Мен күйеуіммен ажырасқым келеді деп маған клиенттер, ханымдар өте көп терапияға келеді. Құрметті ханымдар, ажырасу оп-оңай. Отбасын сақтап қалу ол өте қиын, екі жақты жұмыс. Ол отбасын сақтап қалуда адамдар өздерімен жұмыс жасау керек. Өзінің қателік кемшіліктерін мойындау керек. Қазір әлемде Қазақстан ажырасу бойынша екінші орында тұр. Бұл өте өкінішті. Қазір отбасының құндылығын түсіну өте азайып бара жатыр. Екінің бірі ажырасып жатыр ғой, мен де ажыраса саламын деген ой барлығының ойында тұрады. Бұл дұрыс емес нәрсе. Отбасында балалар болса, одан сайын отбасын сақтап қалу керек. Қандай кезде ажырасуға болады? Егер күйеуіңіз наркоман болса, күйеуіңіз зина жасай берсе, күйеуіңіз арақ ішкіш болса, сізге қатты қысым жасап, қол көтеріп, балаларға қол көтеріп, қиындықтар туғызып жатса, сол кезде ғана ажырасуға болады. Ал қалған кездердің барлығында өздеріңізбен жұмыс жасап, отбасын сақтап қалуға болады. Олай болса, маған терапияға келіңіздер.